Баршаңызға сәлем. Бүгін менің ОБТ-ға дайындап жүрген оқырмандарыма керемет сыйлығым бар. Ол 2021 жылы пробныйда берілген тесттер. Қазір біз 5000-ші нұсқаның есептерін шығаратын боламыз, және әр апта сайын бір нұсқаны талдап, осылай шығарып отыратын боламын. Бірақ бұл нұсқалардың талдауын менің каналымның тұрақты оқырмандар ғана көре алады. Сондықтан дәл қазір каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші есеп: өрнектің мәнін табыңыз. Бізге мынандай өрнек берілген. Мұндағы x-іміз 1,5-ке тең. Бұл есепті қалай шығарамыз? Ең алдымен берілген жазайық. 24x квадрат минус 2 3x минус 4 8x плюс 2. Бұл өрнекті шығару үшін мына екі жақшаны көбейтіп алуымыз керек. Мына бөлігін сол күйінше жазайық. Екі жақшаның ішінде көбейтеміз. 3x-ті алдымен 8x-ға көбейтеміз, сосын 2-ге көбейтеміз. 3x-ті 8x-ға көбейтсек 24x квадрат, 3x-ті 2-ге көбейтсек 6x шығады. Енді минус 4-ті 8x-ға көбейтсек минус 32x, минус 4-ті 2-ге көбейтсек минус 8 шығады. Жақшаның ішін ықшамдаймыз. Жақшаның сыртындағы өрнекті сол күйінше жазып қоямыз да. Жақшаның ішінде бізде x квадрат біреу ғана, сан біреу ғана, ал x-тар екеу. Осы екеуін ықшамдауымыз керек. 24x квадрат плюс 6x минус 32x. Үлкен санның таңбасы қойылып, үлкен саннан кіші сан алынады, 26x қалады. Минус 8-дің өзін жазамыз. Енді жақшаларды ашамыз. Ол үшін жақшаның алды бізде минус болып тұрған жағдайда мынаның ішіндегі таңбалар кері таңбаға ауысады. 24x квадрат минус 2. 24x квадратымыз плюс 24x квадрат минус 24x квадрат болып шығады. Минус 26x-іміз плюс 26x болып шығады. Минус 8-іміз плюс 8 болып шығады. Енді x квадраттарды ықшамдаймыз алдымен. Плюс 24x квадрат минус 24x квадрат. Екеуі жойылып кетеді. X-тардан тек 26x ғана бар. Сандар минус 2 плюс 8 плюс 6-ны береді бізге. Есептің берілгенде x-тің мәні 1,5-ке тең. Орнына қоямыз. Көбейтеміз. 39 шығады. Қосылған 6 тең 45. Екінші есеп. Мына теңдеуді шешуіміз керек. Ол үшін бірінші бөлшектің алымы мен екінші бөлшектің бөлімін көбейтеміз. Бірінші бөлшектің бөлімі мен екінші бөлшектің алымын көбейтеміз. X минус 4-ті көбейтеміз. X плюс 4-ке. Тең X-ті көбейтеміз. 2x плюс 10-ға. Жақшаларды ашамыз. Бірінші жақша бізде қысқаша көбейту формуласымен ашылады. Яғни x квадрат минус 4 квадрат. Тең x-ті 2x-ға көбейтсек 2x квадрат, x-ті 10-ға көбейтсек 10x шығады. Енді теңдіктің екінші бетіндегі өрнекті теңдіктің бірінші бетіне өткіземіз. x квадрат минус 4-тің квадраты 16 болады. 2x квадратты теңдіктің екінші бетіне өткізетін болсақ, таңбасы ауысады. Минус 2x квадрат болып өтеді. Плюс 10x-іміз минус 10x болып өтеді. Тең 0. Енді бізде x квадраттар екеу болып тұр. Екеуін ықшамдаймыз. x квадрат минус 2x квадрат бізге минус x квадратты береді. Минус 10x минус 16 тең 0. Қарасаңыздар, барлығының алды минус болып тұр. Біз өрнекті көбейтеміз минус 1-ге. Сол кезде бізде x квадрат плюс 10x плюс 16 шығады. Осы теңдеуден біз дискриминантты табамыз. Тең 10-ның квадраты минус 4 көбейтілген мына жерде 1, мына жер 16 болады. 10-ның квадраты 100 аламыз 64. Тең 36. x1-ді табайық. Мына жер плюс 10 болса минус 10 деп жазамыз. Плюс түбір астындағы дискриминант бізде 36 шықты. Бөлімінде 2. Осыны есептейік. Минус 10 плюс 36-тан 6 шығады. Ол дегеніміз минус 10 плюс 6 минус 4-ті береді. Минус 4-ті 2-ге бөлсек минус 2 шығады.
Енді x2-ні табайық. Дәл осы өрнек тек мына жерде минус болады. Есептейік. Минус 10, минус түбірден 6 шығады, бөлімінде 2. Минус 10, минус 6, минус 16-ны береді. Минус 16-ны 2-ге бөлетін болсақ, минус 8 болады. Мінеки жауабы минус 2-де минус 8. Үшінші есеп, бізде мынада теңдеулер жүйесі берілген. Осыны шығаруымыз керек. Ең алдымен бірінші бөлігін жазайық. 8-дің x плюс y дәрежесі тең 64. Бұл жерде біз былай істейміз. 8-дің x плюс y дәрежесін сол күйінше жазамыз. 64 дегеніміз ол 8-дің квадраты. Мына жерде екеуі бірдей болғандықтан қысқартып жібере аламыз. Сонда бізде тек x плюс y тең 2 деп дәрежелері ғана қалып қояды. Енді бірінші теңдеуге осыны жазамыз. Ал екінші теңдеудің өзін жазамыз. Мінекей. Бірінші теңдеуден x-іміз тең болады 2 алынған y-ге. Осы екінші теңдеудегі x-тің мәніне мынаны қоямыз. 2 минус y, мінекей x-ің орнына қойдым, алынған y тең 2. 2y болады. Y-іміз 0-ге тең екен. Енді мына жерде y-тің орнына 0-ді қоятын болсақ, тең болады 2. X-іміз 2-ге тең болады. Демек, есептің жауабы алдымен x-тің мәні жазылады, сосын y-тің мәні жазылады. Төртінші есеп. Пойыз 245 км қашықтықты 3,5 сағатта жүреді. Пойыз осы жылдамдықпен 175 км қашықтықта неше сағатта жүретінін табыңыз дейді. Ең алдымен 245 км қашықтықты 3,5 сағатта жүреді екен. Пойыз осы жылдамдықпен 175 км қашықтықты неше сағатта жүретінін табыңыз дейді. Километрдің астына километр, уақыттың астына уақыт жазылады. Пропорция арқылы шешеміз, яғни 245 пен x-ті көбейтеміз, 175 пен 3,5 сағатты көбейтеміз. X тең, x-қа қарама-қарсы бізде 245 астына жазылады, ал мына екеуі төбесіне көбейту арқылы жазылатын болады. Тең, 175-ті 3,5-ге көбейтетін болсақ, 612,5 болады, бөлімде 245. Алымын бөлшектің бөліміне бөлетін болсақ, 2,5 болады. Демек, пойыз 175 км қашықтықты 2,5 сағатта жүреді екен. Бесінші есеп. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімінің квадратын табыңыз дейді. Мінекей бізде мынадай теңсіздік берілген, логарифм теңсіздік. Оны қалай шығарамыз? Ең алдымен мына өрнек 7-нің 2 дәрежесіне тең болады формула бойынша. 3x плюс 1, бізде таңба үлкен немесе тең 7-нің квадратына. Осыны шығарайық. 3x плюс 1, үлкен немесе тең 7-нің квадраты 49 болады. 3x 1 минус өтсе 48 болады. X-іміз үлкен немесе тең 48-ді 3-ке бөлетін болсақ 16 шығады. Екінші логарифмде мына жердегі өрнек 0-ден үлкен болу керек. Сонда плюс 1-іміз минус 1 болып өтеді. X минус 3-ден 1 шығады екен. Осы екеуін біз қиылыстырамыз. Минус 3-ден 1 мына жерде, 16 мына жерде. Минус 3-ден 1-ден үлкен жақ мына жақ болып келеді. Ал 16-дан үлкен жақ мына жақ. Қарасаңыздар, минус 3-ден 1-дің таңбасы жай болғандықтан ол жер бұлай белгіленеді. Ал 16-ның таңбасы қатаң таңба болғандықтан ол жердің іші жабық болады. Енді демек екеуінің қиылысқан жері бізде 16-дан плюс шексіздікке дейін. 16-ның таңбасы не үшін тік болды? Өйткені егер таңбанандай қатаң теңімен бірге берілетін болса, жақша да тік болып жазылады. Ал шексіздіктің таңбасы әрқашан осындай жай жақша. Енді бізде сұрап тұр, теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімінің квадратын тап. Бізде шешім мынау, ең кіші бүтін шешім 16. 16-ның квадраты бізде 256-ға тең. Жауап осы. Алтыншы есеп.
Теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Ең алдымен екінші теңдеуден бастайық. Минус 3. X-ті таңбаның екінші бетіне өткізетін болсақ, минус X болып өтеді. Кіші нөлден. Енді 3-тің астында 1 бар деп аламыз. X-тің астында 1 бар деп аламыз. Ортақ бөлім бізде 5 болады. 5-ті 5-ке бөлсек 1. 5-ті 1-ге бөлсек 5. 5-ті 1-ге бөлсек 5. Көбейтеміз. 1-ді 4x минус 7-ге көбейтсек, 4x минус 7 болады. Минус 5-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 15. Минус 5-ті x-ға көбейтетін болсақ, 5x кіші нөлден. X-тарды ықшамдаймыз. 4x алынған минус 5x, минус x-ті береді. Минус 7 алынған минус 15, минус 22 кіші нөлден. Минус x, минус 22-ні таңбаның екінші бетіне өткізетін болсақ, плюс 22 болып өтеді. X минусты екінші бетке өткіземіз. Ол кезде таңба ауысады, минус 22. Енді екінші теңдеуді шығарайық. Түбір астындағы x үлкен минус 2019. Түбір астындағы x. Түбір асты әр қашан 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болып шығады. Яғни x-іміз үлкен немесе тең 0-ден болады. Енді осы екі жауапты қиылыстырамыз. Минус 22 бізде мына жерде. Бұның таңбасы жай таңба болғандықтан ортасы қуыс болады. Ал 0 мына жерде тұрады. Таңба қатаң болғандықтан ортасы боялып тұрады. Минус 22-ден үлкен жақтар, мінекей мына жақ болады. 0-ден үлкен жақтар мына жақ болады. Қиылысқан жері мына жер, яғни 0-ден плюс шексіздікке дейін. 0-дің таңбасы қатаң болғандықтан тік жақша жазылады, ал шексіздіктің таңбасы әр қашан жай жақша болады. 7-ші есеп. Арифметикалық прогрессия мына формуламен берілген. Прогрессияның 11-ші мүшесін тап. Бұл өте оңай, ауызша. А 11-ші мүшесі болса, n-нің орнына 11 деп жазып аламыз. 6 көбейтілген n-нің орнына 1-ден 11-ді жазамыз. Алынған 2. Есептейміз. 66 алынған 2. Тең болады 64. Демек, арифметикалық прогрессияның 11-ші мүшесі 64-ке тең екен. 8-ші есеп. Материялық нүкте түзу сызықты қозғалыс заңына сәйкес қозғалады. Нүктенің 2 секунд мезеттегі үдеуін анықтауымыз керек. Ол үшін ең алдымен жылдамдықты анықтаймыз. Жылдамдық дегеніміз мына формуладан бір рет туындауымыз керек. Яғни формула бізде 2t-ның кубы минус t. Туындалатын болсақ, 3 алдына түседі, 6t дәреже біреуге азаяды, 2 болады. Алынған t-ның туындысы бізге 1-ді береді. Міне жылдамдықты тауып алдық, енді үдеуді табуымыз керек. Үдеу дегеніміз осы жылдамдықтан шыққан формуладан туындалады. Яғни 6t квадрат минус 1-ден туындалуымыз керек. Ол үшін 2 алдына түсіп, 12t қалады, санның туындысы 0-ге тең. Бізге айтады, нүктенің 2 секунд мезеттегі үдеуін анықтауымыз керек. Яғни t-ның орнына 2-ні қоямыз. А. Мінеке бізден үдеу мынау шықты. 12t. 12 көбейтілген t-ның орнына біз 2-ні қояды екенбіз. Сонда бізде 24. Демек үдеуіміз 24 метр секунд квадратқа тең екен. 9-ші есеп. Бізде мынадай графика берілген. Бұл жерде айтады, VS қабырғасының AV қабырғасына қатынасы 2-нің 3-ке қатынасындай. AV доғасының градустық өлшемін табыңдар дейді. Яғни, VS қабырғасының AV қабырғасына қатынасы 2-нің 3-ке қатынасындай болса, онда біз VS қабырғасын 2x, AV қабырғасын 3x деп аламыз. Шеңберде мынадай бір ереже бар. Мысалға, шеңберде мынадай бір бұрыш берілсін. Мынау центрі. Мына жеріміз альфа болатын болса, бұлай істеген кезде мына жер осының 2 есесі болады. Мысалға 30 градус болса, ал мына жеріміз 60 градус болу керек 2 еселегенде. Бізде, қарап тұрсаңыздар, тік бұрыш дегеніміз 90 градусқа тең. 90 градусты 2 еселеген кезде 180 градусқа тең болады екен. 180 градус дегеніміз бұл түзу сызық. Яғни мына жеріміз түп түзу болады. Бізде тік бұрышты 3 бұрыш шығады екен. Сонда 2x
қосылған 3х тең болады екен 180 градусқа. Енді осы теңдеуді шығарамыз. 2х-қа 3х-ті қоссақ 5х тең 180, х-іміз тең болады 36. Есептің берілгені бойынша АВ доғасының градустық өлшемін табу керек. АВ-ны біз жаңа 3х деп белгілеп алғанбыз. Мінекей 3х. Х-тің орнына осы 36-ны қоямыз. 3 көбейтілген 36 тең болады 108. Мінекей жауап осы. 10-шы есеп. Пирамиданың табаны диагоналдары екі түбір астындағы 3 см және 4 см-ге тең параллелограмм. Пирамиданың биіктігі табанының кіші диагоналына тең. Пирамиданың диагоналды қималарының ауданын табыңыз дейді. Ол үшін пирамида сызамыз. Табаны параллелограмм болады. Мінекей бізде пирамида. Табаны диагоналдары екі түбір астындағы 3 және 4 см-ге тең параллелограмм. Мінекей бірінші диагоналы, ұзын диагоналы 4 см-ге тең. Асы диагоналы 4 см-ге тең. Екінші диагонал ВД диагоналы. Ол екі түбір астындағы 3 см-ге тең екен. Пирамиданың биіктігі мінекей табанының кіші диагоналына тең. Яғни биіктігіміз кіші диагонал бізде екі түбір астындағы 3-ке тең. Пирамиданың диагоналдық қималарының ауданын табыңдар дейді. Бірінші диагоналдық қимасы, мына жерде S деп белгілеп алсақ, AS. Үшбұрышты көріп тұрсаңыздар, осы диагоналдық қима болып саналады, яғни үшбұрыш. Үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. AS. Үшбұрыштың ауданы 2-ден 1 H. Мына табаны асы болып тұр, сондықтан көбейтілген асы болады. Орындарына қояйық. 2-ден 1, биіктік бізде 2 түбір астындағы 3-ке тең, көбейтілген асы бізде 4-ке тең екен. Енді есептейміз. 2 мен 2 қысқарады, 4 түбір астындағы 3 қалады екен. Бірінші қимасын тауып алдық. Екінші қимасы мінекей VDS. VDS. Осы үшбұрыштың ауданын табамыз. Екінші қимасы. Мінекей. 2-ден 1 H, табаны бұл жерде VD болып тұр. Орындарына қояйық. 2-ден 1 H 2 түбір астындағы 3-ке тең, VD диагоналы бізде 2 түбір астындағы 3-ке тең. Есептейміз. 2 мен 2 қысқарады, 2, 3-ке 3, 9 түбір астынан 3 болып шығады, 3-ті 2-ке көбейтеміз, 6. Мінекей бірінші жауап, екінші жауап. 11-ші есеп. 265 саны 15-20 болып жалғасқан арифметикалық прогрессияның нешінші мүшесі екенін анықтаңыз дейді. Яғни арифметикалық прогрессия берілген бізде. Бірінші мүшесі 15, екінші мүшесі 20, ары қарай жалғасады. Ал 265 саны арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесі деп аламыз. Ең алдымен d-ны тауып аламыз. d дегеніміз екінші мүшеден бірінші мүшесін алғанға тең. А2 бізде 20, А1 бізде 15. 20-дан 15 аламыз 5. Яғни d 5-ке тең екен. Енді арифметикалық прогрессияда мынадай формула бар. n-ші мүшесінің формуласы деген. n тең болады A1 қосылған n-1 көбейтілген d. Осы жерден орындарына қойып шығамыз. n бізде 265-ке тең. A1-іміз 15-ке тең. Қосылған n белгісіз бізде. Көбейтілген d бізде 5-ке тең. Осы теңдеуді шығарамыз. n-1 көбейтілген 5 бізде 265-тен 15-ті алғанға тең. n-1 көбейтілген 5 тең болады 250-ге. n-1-іміз тең болады 250-ді 5-ке бөлгенге. Сонда n-1 шығады 50. n-іміз тең екен 51-ге. Яғни 265 саны арифметикалық прогрессияның 51-ші мүшесі екен. 12-ші есеп.
Өрнектің мәнін табыңыз. Бізде мынадай өрнек берілген. Есептейміз. Котангенс 3π бөлінген 4-те минус 1-ге тең, плюс косинус π бөлінген 2-де 0-ге тең, синус 2π бөлінген 3-те төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең, минус тангенс пен котангенстің көбейтіндісі 1-ді береді. Ықшамдаймыз. Алымында минус 1 қалады. Бөлімінде ортақ бөлім береміз. 2 төбірасты 3 алынған 2 қалады. Бұл дегеніміз 2 төбеге шығады. Минус 2 бөлімінде төбірасты 3 минус 2 қалады. Енді бөліміндегі иррационалдықтан құтыламыз. Ол үшін дәл осы өрнектің плюсын көбейтеміз. Алымына да бөліміне де. Ол дегеніміз бөлімінде қысқаша көбейту формуласына келеді. А минус В, А плюс В. Ол дегеніміз А-ның квадраты, төбірасты 3-тің квадраты бізде 3-ті береді. Минус 2-ның квадраты бізге 4-ті береді. Бөлімінде минус 2 көбейтілген 3 қосылған 2. Бұл жерден бөлімде минус 1 қалады. Алымын сол күйінше жазамыз. Алымын бөліміне бөлетін болсақ, минус пен минус плюс болады. 2 жақшаның ішінде төбірасты 3 қосылған 2 шығады екен. Міне жауап. 13-ші есеп теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Бізде мынадай теңсіздік берілген. Ең алдымен бірінші теңсіздікке қараймыз. Түбірдің астын үлкен немесе тең деп аламыз. Өйткені түбірден 0 шығуы мүмкін, немесе одан үлкен сандар шығуы мүмкін. Минус 5-іміз таңбаның екінші бетіне плюс 5 болып өтеді. Екінші теңдеуде түбірдің астын 0-ден үлкен немесе тең деп аламыз ол жерде де. X-іміз 6-дан үлкен немесе тең болады. Осы екеуін қиылыстырамыз. 5 мына жерде болады. 6 мына жерде болады. Таңбасы егер қатаң болса, яғни теңімен бірге болса, онда іші боялып жазылады. 5-тен үлкен жақтар мына жақта, 6-дан кіші жақтарымыз, 6-дан үлкен жақтарымыз мына жақта. Демек, жауап бізде 6-дан плюс шексіздікке дейін болады. Енді бірінші теңдеудің өзін алып шығарамыз. Бұл жерде таңбаның теңдіктің екі бетінде дәрежелейміз, квадраттаймыз. Сол кезде түбір мен дәреже қысқарып, тек ішіндегі өрнек қана қалады. 3-тің квадраты 9 болады. X минус 5-іміз плюс 5 болып өтеді. 9-ға 5-ті қоссақ 14. Екінші теңдеуді жазамыз. Некинаны. Бұл жерде қарасаңыздар, түбірдің астынан не 0 шығуы мүмкін, немесе 0-ден үлкен сан шығуы мүмкін. Минус сан шықпайды, сондықтан бұл жерде шешім болмайды бізде. Енді мына жауаппен мына жауапты қиылыстырамыз. 6 бізде мына жерде, 14-іміз мына жерде. 14-тің іші бос болады, өйткені таңба жай таңба. 6-дан плюс шексіздікке дейін 14-тен кіші жақ. 14-тен кіші жақ мына жақ. Екеуінің қиылысып тұрған жері мына жер. Демек, 6-дан 14-тің аралығы. 14-тің жақшасы жай жақша болады. Жауап осы. 14-ші есеп интегралды есептеңіз. Бізге мынадай интеграл берілген. Ең алдымен айнымалы енгіземіз. Мына бөлшектің бөлімінде тұрған 1 минус 3x-ті біз y деп белгілеп аламыз. Осы жерден x-ті тауып алайық. X-іміз тең болады 1 минус y бөлінген 3-ке. Мінекей x-іміз осыған тең екен. Енді dx-ті тауып аламыз. dx дегеніміз осыдан туындалғанға тең. Бұл санды біз былай жазуымызға болады. Осыдан туындалатын болсақ, минус 3-тен 1 dy-ді қосып жазамыз. Яғни, мынадан туындалған санға, шыққан санға dy-ді қосып жазат боламыз. Мінекей осындай айнымалы енгіздік. Енді орнына қоямыз. Интеграл
6 көбейтілген x-іміз бізде мынаған тең 1 минус y бөлінген 3 алынған 5. Бөлімде 1 минус 3x-іміз жаңа айттық y-ге тең болады деп. Ал dx-іміз бізде мінеки мынаған тең. Көбейтілген минус 3-тен 1 dy болады. Тең. Енді ықшамдайық. Интеграл 6 мен 3 қысқарады, мына жерде 2 қалады. Демек 2 алынған 2 1 минус y 5 қалады екен мінекей. Y 3-ті y-ге көбейтсек 3 мына жерге келіп тіреледі, минус алдына шығып кетеді. dy. Ықшамдаймыз. Минус 3-тен 1-ді шығарып жіберейік алдына. Сонда бөлімінде y қалады. Алымында 2-ні 1-ге көбейтсек 2, алынған 2 y, алынған 5 dy. 3-тен 1, тағы да ықшамдаймыз. Минус 2 y, 2 алынған 5, минус 3-ті береді. dy. Тең. Минусты алдына шығарып жібереміз. Сонда минус пен минус плюс болып 3-тен 1, интеграл 2 y қосылған 3, y dy қалады екен. Тең. Енді 3-тен 1 сол күйінше тұрсын. Интеграл. Мына жерді біз былай жазамыз. 2 y-ді y-ге бөлетін болсақ, 2 қалады. Қосылған 3 бөлімде y dy. Енді интегралдарды ашамыз. Алдындағы сан тұра береді. Жақшаның ішінде 2-нің интегралы 2y болады. Қосылған 3 бөлінген y-дің интегралы 3 алдына түседі. 1 бөлінген y-дің интегралы ln y болады екен. Ашайық. 3-тен 1-ді 2y-ге көбейтсек, 3-тен 2 y қосылған 3-тен 1-ді мына жерге көбейтсек, 3 пен 3 қысқарып, ln y-дің өзі қалады. Y-дің орнына баста білесіздер, 1 алынған 3-іміз y деп белгілеп алғанбыз. Енді орнына қоямыз. 3-тен 2 көбейтілген 1 минус 3x қосылған ln y-іміз 1 минус 3x. Тең болады. Жақшаларда ашамыз. 3-тен 2 алынған. 3-тен 2-ні 3x-қа көбейтетін болсақ, 3 пен 3 қысқарып, 2x-дің өзі қалады. Қосылған ln 1 минус 3x. Енді ықшамдап жазайық. Алдымен ln x жазамыз. ln 1 минус 3x алынған 2x. Но бізде сан болғандықтан оны s деп тұрақтылығы оны білесіздер, s деп белгілеп жазуға да болады. Біздің жауабымыз неге мынау. 15-ші есеп. Бізде мынадай сурет берілген. Осы сурет бойынша y-ді табыңыз дейді. Y деп отырғанымыз мына қабырғасы. Ал табаны бізде мына жерге дейін 20 см, мына жерге дейін 8 см. Ал мына жерге дейін 10 см. Мынау кішкене тік бұрышты 3 бұрыш. Демек, мына қабырғасын табу үшін біз Пифагор теоремасымен мына жерді таба аламыз. Яғни, с квадрат тең болады а квадрат плюс в квадратқа. А деп отырғанымыз мына қабырға. Бұл жердегі а квадратымыз тең болады с квадрат минус в квадратқа. Енді а квадрат тең с дегеніміз 10-ның квадраты 100, алынған в-ның квадраты 64. Ол дегеніміз 100-ден 64 алатын болсақ, 36-ға тең. Яғни а тең 6 сантиметрге тең екен мына жеріміз. Демек, бұл жерден шығады. Ал мына қабырғасы 20 қосылған 8 тең 28 сантиметрге тең екен. Демек, 8-дің мына қабырғаға қатынасы тең болады 6-ның y-ге қатынасына тең болады. Осы теңдеуді шығарайық. 8y тең болады 28-ді 6-ға көбейтеміз. Бұл жерден 8y-іміз тең болады. 28-ді 6-ға көбейтетін болсақ, 4 ойда 12, 168 екен. Y-іміз тең болады. 168-ді 8-ге бөлеміз, 21. 16-ші есеп. Кітап бағасы бірінші айда 30%-ге арзандады.
Ал екінші айда соңғы бағасы 30%-ке қымбаттаған соң, оның бағасы 2275 теңге болды. Кітаптың ең алғашқы бағасын табыңыз дейді. Кітаптың бағасы бірінші айда 30%-ке арзандады. Яғни 100% болса, алғашқы бағасы 30%-ке арзандағаннан кейін тек 70% қалып отыр. Ал екінші айда соңғы бағасы 30%-ке қымбаттаған соң, оның бағасы 2275 теңге болды. Яғни 2275 теңгеміз 30%-ке қымбаттаған соң, яғни оның алдындағы сумасын 100% деп алатын болсақ, 100%-ке қосамыз 30%, 130% деп аламыз, қымбаттағаннан кейін болғандықтан. Екінші қымбаттағанға дейінгі сумасын 100% деп шығарамыз. Пропорцияны есептейтін болсақ, 1750 шығады екен. Бұл 30%-ке қымбаттағанға дейінгі сума. Яғни, қымбаттағанға дейін кітаптың бағасы 30%-ке арзандады, яғни 70% қалды. Осы 70%-іміз 1750-ге тең болып тұр. Демек, 1750-ді 70% деп алатын болсақ, кітаптың алғашқы сумасын X деп алайық. Осы жерден X-ті табатын болсақ, ол тең болады, қысқартамыз, 2500 теңгеге. 17-ші есеп. Төбелері А, В және С нүктелерінде орналасқан үшбұрыш берілген. Осы үшбұрыштың координаталары бас нүктесіне қатысты В төбесіне симметриялы нүктенің координатасын тап. Мен сіздерге қысқаша жолдарын үйретейін, ұбт-да шығаратын болғандықтан. В төбесіне симметриялы нүктенің координатасын тап. В төбесі бізде 5-те 1. Осы нүктеге симметриялы нүкте В-ның координаталары осыған кері болады, яғни -5-те -1 шығады. 18-ші есеп. Дүкенге әкелінген көкөністің бірінші күні 35%, екінші күні 28% сатылды. Үшінші күні қалған 333 килограммы сатылды. Дүкенге барлығы неше килограмм көкөніс әкелінгенін табыңдар дейді. Бірінші әкелінген көкөністің бірінші күні 35% сатылыпты. Екінші күні 28% сатылыпты. Яғни 63% сатылып кеткен екен. Демек, 100%-дің 63% сатылып кететін болса, тек 37% қалыпты. Яғни, үшінші күні қалған 333 килограмм дейді. Яғни, 37% дегеніміз осы 333 килограмм дегеніміз сөз. Барлығын 100% деп алатын болсақ, барлығы қанша килограмм екен, осын табайық. Пропорция шешеміз. X тең 37, 100 көбейтілген 333. Ол дегеніміз есептесек 900 килограмм. Яғни дүкенге алғашында барлығы 900 килограмм әкелініп сатылған екен. 19-ші есеп. Теңсіздіктер жүйесін шешеміз. Бізге мынадай теңсіздік берілген. Ең алдымен бірінші теңсіздіктен бастайық. Бірінші теңсіздікте алымын есептейміз. 5x квадрат минус 16x плюс 3 үлкен кіші немесе тең 0-ден. Осы жерден дискриминантты табамыз. Дискриминант минус 16-ның квадраты 256 болады. Минус 4 көбейтілген 5 көбейтілген 3. Есептейтін болсақ, 256-дан аламыз 20-23-ке көбейтетін болсақ 60 болады. Аламыз 196. X1-ді табайық. Плюс 16 қосылған түбір астындағы 196, 196-дан бізден 14 шығады. Бөлімінде 2 көбейтілген 5. Тең есептейік. 10, 14-ке 16-ны қосатын болсақ, 30 болады. 30-ды 10-ға бөлетін болсақ, 3 шығады. X2-ні табайық. Дәл осы тек арасында минус болады. 16 минус 14, 2 көбейтілген 5. Бөлімінде 10, 16-тан 14 алсақ 2, қысқарады екеуі. 5-тен 1-ден. 5-тен 1 немесе 0,2 деп жазып аламыз. Бізде x1, x2 мән табылды.
екеуін аралыққа саламыз. 0,2 мына жерде, 3-іміз мына жерде. Таңбаларын анықтаймыз. 0,2-нің сол жағында 0 деген сан бар. Мына жерге қояқ. 0-ді қойсақ, мына жер 0-ге айналады. 0-ді қойсақ, мына жерде 0-ге айналады. Тек қана плюс 3 қалады. Яғни оң сан қалады. Демек, бұл жері плюс екен. Дәл сол сияқты 0,2 мен 3-тің аралығында 1 деген сан бар. 1-ді қоятын болсақ, мына жеріміз минусқа айналады. 3-тен кейін бізде 4, 5 деген сандар бар. Сол сандарды x-дің орнына қоятын болсақ, бұл жағымыз плюс болады. Бізде айтып тұр 0-ден кіші жақтар деп айтып отыр. 0-ден кіші сандар ол минус, яғни теріс жақ. Сондықтан біздің жауабымыз тек мына аралық болады. Екінші, енді осы теңсіздіктің бөлімін есептейміз. 2x квадрат плюс x минус 6 кіші 0-ден. Тең қоймаймыз, өйткені бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайды. Сондықтан тең дегенді алып тастаймыз. Бұл жерден де дискриминант табамыз. 1-дің квадраты 1, минус 4, көбейтілген 2, көбейтілген минус 6. Есептейміз. 1 қосылған, 4-2 көбейтеміз 8, 8-ді 6-ға көбейтеміз 48. 1-ге 48-ді көбейтсек 49 болады. X 1-ді табатын болсақ, плюс 1 болса минус 1 жазамыз. Қосылған, түбірасты 49, одан 7 шығады. Бөлімінде 2 көбейтілген 2. Есептейміз. 4, 6. Қысқарады 2-ге, 3-тен 2-ден. Ол дегеніміз 3-ті 2-ге бөлсек 1,5. Енді x 2-ні табайық. Дәл осы тек мына жерде минус болады. Минус 1, минус 7, бөлімде 2 көбейтілген 2. Бөлімі 4, алымы минус 8 болады. Минус 8-ді 4-ке бөлетін болсақ, минус 2. Аралыққа саламыз. Минус 2-міз мына жерде, 1,15-міз мына жерде. Минус 2 мен 1,15-дің арасында 0 деген сан бар. X-тің орнына қоямыз. 0-ді қойсақ 0-ге айналады. 0-ді қойсақ 0-ге айналады. Минус 6, яғни теріс сан қалып отыр. Демек, бұл жер теріс болады. Минус 2-нің сол жағында минус 3 бар, минус 4 бар. Сол санды X-тің орнына қоятын болсақ, мына жерде бізде оң сан пайда болады. 1,5-нан кейін 2 бар, 3 бар. Өзіңіз қалаған санды X-тің орнына қойып көресіз. Есептеген кезде оң сан шығады. Бірақ бізге 0-ден кіші жақтар керек. 0-ден кіші дегеніміз ол минус жақ. Демек, жауабымыз мына жер болады. Екеуін қиылыстырамыз. Минус 2, координаталық түзу бойынша бірінші минус санда жазылады. Сосын 0,2, сосын 1,5, одан кейін барып 3 жазылады. Бірінші жауапта 0,2 мен 3-тің аралығы деген. Мінекей жерге дейін. Екінші есепте минус 2 мен 1,15-тің аралығы деген. Мінекей минус 2 мен 1,15-тің аралығы. Екеуі қиылысып тұрған аралық 0,2 мен 1,15. Қараңыздар, 0,2 дегеніміз бізде таңба қатаң, сондықтан тіке қойылады таңба. 1,15 дегеніміз таңба бұл жерде жай, сондықтан жай ғана мынандай жақша қойылады. Енді екінші теңсіздігіміз бар. Екінші теңсіздікті есептейік. X квадрат минус 25 кіші 0-ден. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласымен x минус 5, x плюс 5 деп аламыз. Кіші 0-ден есептейтін болсақ, x-тің біреуінен 5 шығады, x-тің екіншісінен минус 5 шығады. Аралыққа саламыз. Минус 5 плюс 5. Минус 5 пен плюс 5-тің ортасында 0 деген сан бар. 0-ді қоятын болсақ, минус 25 қалады. Демек, мына жер минус, мына жер плюс екен. Бізге 0-ден кіші жақтар керек. Кіші жақ ол минус. Мына жауаппен мына жауапты қиылыстырамыз. Минус 5 мына жерде. 0,2, 1,5, 5. Минус 5 пен 5-тің аралығы болады. 0,2 мен 1,5-нің аралығы болады. Екі жауап қиылысқан жер 0,2 мен 1,15-тің аралығы. 20-шы есеп. Диагоналі 2 түбірасындағы 3 см болатын кубтың көлемін табыңыз дейді. Кубтың көлемінің формуласы v тең a-ның 3 дәрежесіне тең. Ал диагоналінің формуласы a түбірасындағы 3-ке тең. Бізде айтып жатыр, осы диагоналымыз тең 2 түбірасындағы 3-ке. Яғни a түбірасты 3-іміз тең екен 2 түбірасындағы 3-ке.
Бұл жерден теңдеуді шешіп, аны тауып аламыз. А дегеніміз 2 түбірасты 3-тің түбірасты 3-ке қатынасына тең. Түбірасты 3 пен түбірасты 3 қысқарып, 2-нің өзі қалады. Яғни А тең 2. Яғни кубтың бір қабырғасы 2-ге тең екен. Көлемінің формуласына қоямыз. Көлем дегеніміз А-ның кубы дедік жаңа. А бізде 2-ге тең, яғни 2-нің кубы. 2-нің кубы 8-ге тең болады. Демек, кубтың көлемі 8-ге тең екен. 21-ші есеп. Бізге мынадай сызба берілген. Дәл осы сызбаға байланысты бұл нұсқада бірнеше есеп берілген. Сондықтан сызбаны мен бөлек қағазда сызып алдым. Бірінші есеп. Цилиндр тәріздес бөлігінің бүйір бетінің ауданын табыңыз дейді. Бұл суретте, міне, қарап тұрсаңыздар, мына жер 1 см, биіктігі 30 см, конустың табанының радиусы 7 см, мына жерден, яғни бұл цилиндрдің биіктігі болып келеді 12 см, цилиндрдің радиусы 9 см болып тұр. Цилиндр тәріздес бөлігі бұл табанындағы фигура. Осы бөліктің бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданының формуласы 2πrh. Осы формула. Бұл жерден 2πr цилиндрдің радиусы 9 см, h цилиндрдің биіктігі 12 см. Барлығын көбейтеміз 216 пи сантиметр. Жауап осы. 22-ші есеп. Мына суретте цилиндр тәріздес бөлігінің табанының ұзындығын табуымыз керек. Бұл суреттегі цилиндр тәріздес астындағы фигура. Осы бөліктің табанының ұзындығын тап. Цилиндрдің табаны, қарап тұрсаңыздар, шеңбер болып тұр. Яғни табанының ұзындығын тап деген сөз, осы шеңбердің ұзындығын тап деген сөз. Ал шеңбердің ұзындығының формуласы бізде 2πr-ге тең. 2πr осы шеңбердің r дегеніміз радиусы. Шеңбердің радиусы, көріп тұрсаңыздар, 9 см-ге тең болып тұр. Демек, көбейтеміз 18 пи-ге тең екен. 23-ші есеп. Мынадай сурет берілген. Сұрағы: қиық конус тәрізді бөлігінің бүйір бетінің ауданын есептеңіз. Қиық конус дегеніміз мінекей мына сурет. Осы қиық конус тәрізді бөлігінің бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. Бүйір бетінің ауданы мінекей мынадай формуламен табылады. Қараңыздар, мұндағы үлкен R дегеніміз осы қиық конустың табаны шеңбер болып тұр, қарасаңыздар. Сол табанның радиусы бізде 7-ні береді. Ал кіші R қиық конустың төбесіндегі кішкентай шеңбердің радиусы, ол 1-ге тең. Ал L дегеніміз мінекей мынау қабырғасы, былайша айтқанда. Осы формула арқылы табамыз, бірақ бұл формулада бізде L белгісіз, яғни мына қабырға белгісіз. Оны қалай табамыз? Ең алдымен мына жерден былай сызба түсіретін болсақ, осы конусты сызып алайық. Қиық конус. Мынау биіктігі, мынау радиусы, мынау кіші радиусы. Осы жерде L дегеніміз мына қабырғасы. Егер осы жерді табу үшін қараңыздар, мына жер 1 см болса, осыдан түзу түсіретін болсақ, мына жер 1 болады. Өзі бұл жер 7 см еді ғой. Біреу мына жерде болса, значит, мына аралық бізде 6-ны береді екен. Ал мынаның ұзындығы 30, е? Өйткені биіктік бізде 30 еді, демек мына жерде 30 болады. Сонда бізде тік бұрышты 3 бұрыш шығып тұр. Мынадай. Табаны 6 см, бір катеті 30 см, ал L дегеніміз мына қабырға. L-ді қалай табамыз? L-ді біз Пифагор теоремасы арқылы табамыз. Яғни L дегеніміз түбірастындағы 30 квадрат қосылған 6 квадратқа тең. Есептейміз 900 қосылған 36. Одан шығады түбірастындағы 936. 936-дан түбірастынан 6, түбірастындағы 26 шығады. L табылды. Енді мына формулаға қоямыз. Пи үлкен R бізде 7-ге тең, қосылған кіші R бізде 1-ге тең. L дегеніміз
көбейтілген 6 түбірасындағы 26-ға тең екен. Есептейік, 8 жақшаның іші 8-ді 6-ға көбейтетін болса 48 түбірасындағы 26 пиді соңына жазамыз. Мінекей жауап осы. Енді 24-ші есеп нұсқаның. Бұл есепте осы қиық конус тәріздес бөлігінің жасаушысын тап деп отыр. Біз бұл жасаушыны 23-ші есепте тауып қойдық. Міне L 6 түбірасындағы 26. 25-ші есеп қиық конус бөлігін өзі арқылы қиған кездегі қиманың периметрін тап дейді. Мінекей қиық конус бөлігі мынау. Өзі арқылы қиған кезде, яғни ортасындағы биіктік арқылы бітіп қиған кезде бізде тек қана мына бөлік қалып қояды. Мінекей. Өзі арқылы қиған кезде мына бөлікке екі бөлікке бөлінеді. Мұндағы биіктік мына жер, кіші радиусымыз мына жер, үлкен радиусымыз мына жер. L дегеніміз біз алдыңғы есепте таптық 6 түбірасындағы 26-ға тең. Енді осы фигураның периметрін табыңдар дейді. Периметр төртеуін қоса саламыз. Тең болады 37, 38 қосылған 6 түбірасындағы 26. Бұл жерден біз жақша сыртына 2-ні шығарып жіберсек, 38-ден 2-ні шығаратын болсақ 19, 6-дан 2-ні шығаратын болсақ 3 қалады. Не? Жауап осы. 26-ші есеп. 26-ші есептен бастап бізге бір немесе бірнеше жауап бар есептер беріледі. Бұл есепте өрнекті ықшамдаңыз деп жатыр. Мынадай өрнек берілген. Ол үшін жақшаларды ашамыз. Ең алдымен a-5-дің квадратын біз қысқаша көбейту формуламен ашамыз. Яғни a-ның квадраты минус 2 көбейтілген a көбейтілген 5. 10a болады. Плюс 5-дің квадраты 25. Мінекей бірінші жақшаны ашып алдық. Минус 2-ның өзін жазамыз. Жақшаның ішінде a-5, a плюс 5 бізге a-ның квадраты минус 5-дің квадратын береді. 5-дің квадраты 25-ке тең. Қосылған, мына жақшаны ашамыз. Қысқаша көбейту формуласымен ашылады ол да. a-ның квадраты қосылған 2 көбейту a көбейту 5, 10a-ны береді. Қосылған 5-дің квадраты 25. Тең. Ықшамдайық. a квадрат 2a квадрат болады. Минус 10a плюс 10a екеуі қысқарып кетеді, біреу оң, біреу теріс болса. Плюс 25 плюс 25 50-ді береді. Енді бізде мына бөлік қалып қойды. Осы жерде жақшаны ашып жазамыз. Минус 2-ні a квадратқа көбейтсек, минус 2a квадрат. Минус 2-ні минус 25-ке көбейтсек, плюс 50 шығады екен. Тең. a квадраттарды ықшамдаймыз. Плюс 2a квадрат, минус 2a квадрат. Екеуі бірдей, тек таңбалары қарама-қарсы болғандықтан, екеуі қысқарып кетеді. 50 плюс 50 қосылған 50. Ол дегеніміз 100-ге тең. Бұл есепке бізде 8 нұсқа берілген. Осы жерден 100-ді тауып аламыз. Міне A варианты дұрыс екен. 10-ның квадраты ол да 100 болады. 10 жатпайды, 25. 5-дің квадраты 25, 5, 50 болды. Осы екеуі жауап болады екен. 27-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз. Бізге мынадай теңдеу берілген. Бұл теңдеуді қалай шығарамыз? Ең алдымен қарасақ, 49 дегеніміз ол 7-ның 2 дәрежесі, 4 дегеніміз 2-ның 2 дәрежесі. Осылай жазбайық. 7 көбейтілген 7-ның квадраты, x қосылып жазылады. 2 көбейтілген 4 дегеніміз 2-ның квадраты болады. Енді негіздері бірдей, дәрежелерін қосамыз. 7, мына жерде бір дәреже бар, бір қосылған 2x қалады. 2 7-ні 1 7 қып жаздық, дәрежелерін қостық. Тең, бұл жерде де негіздері бірдей болып тұр, дәрежелерін қосамыз. Қарап тұрсаңыздар, екеуінің де дәрежесі бірдей, сондықтан осы дәрежесін алып, 0-ге теңестіріп шығарамыз. X-ті табамыз. X дегеніміз минус 2-ден 1-ге тең екен.
Бұл есептің нұсқаларына келетін болсақ, бізде жауап -2-ден 1. Демек, А жауабы дұрыс. -2 жатпайды. Минус түбір астындағы 4. Бұл деген сөз -2-ге тең. Түбір астындағы 100, одан 10 шығады. -0,5 осы жауап болады. Өйткені -2-ден 1-ді 10-дық бөлшекке айналдыратын болсақ, осылай жазылады. Логарифм 2 негізді 32 дегеніміз бұл 5-ге тең. Түбір асты 25-тен 5 шығады. 5. Демек, бізде осы 2 жауап. 28-ші есеп. Егер x, y жұбы мына теңдеулер жүйесінің шешімі болса, x-тің y-ге қатынасы өрнегінің сан мәні тиісті болатын аралықты көрсетіңіз дейді. Ол үшін x пен y-ді тауып алу үшін мына теңдеулер жүйесін шешеміз. Бірінші теңдеу 2 дәрежесінде x минус y, 4-тің y дәрежесі. Біз 4-ті 2-нің квадраты деп жазамыз. Екеуі бірдей болғандықтан қысқарып кетеді. Тек дәрежелері қалады. Y минус y-ті теңнің екінші бетіне өткізетін болсақ, плюс болып өтеді. Сонда x-іміз тең екен 3y-ге. Енді екінші теңдеуді шығарайық. Осы екінші теңдеуде x-тің орнына біз 3y-ді қойып жазамыз. Мұна бөлшектерді қосамыз, яғни ортақ бөлім береміз. 3y пен 5y-тің ортақ бөлімі 15y болады. Оны жазып алайық. 15y-ті 3y-ға бөлетін болсақ 5-тен, 15y-ті 5y-ге бөлетін болсақ 3-тен тиеді. 5 жердегі 6-мыз 30, қосылған 3 жердегі 1, 3. Енді 30-ға 3-ті қосатын болсақ 33, бөлімінде 15y тең 1. 15y-іміз тең болады 33-ке. Y тең болады 33 бөлінген 15-ке. Y-тің мәнін тауып алдық. X-тегі мына Y-тің орнына қоямыз. X тең 3 көбейтілген Y-іміз 15-тен 33 екен. Ол тең болады. 15 пен 3 қысқарады 3-ке. 1-ден 15-ті 3-ке бөлсек 5-тен. Демек, 33 бөлінген 5-ке тең екен X-іміз. Мінекей, X-ің жауабы мынау. Бізде X-тің Y-ге қатынасы өрнегінің мәнін табуымыз керек. Яғни X дегеніміз 33-те 5, қатынас дегенді біз бөлу ретінде жазуымызға болады. Y-іміз 33 бөлімінде 15. Есептейміз. Мына жерді көбейтуге айналдыруымыз керек. Ол үшін бірінші бөлшек сол күйінше жазылады, екінші бөлшек аударылады. 33 астына 15 үстіне жазылады. 33 пен 33 қысқарады, 1-1 қалады. 5 пен 15 қысқарады, мына жерге 1-ден, мына жерге 3-тен қалады. Есептесек, 3-ті 1-ге бөлеміз 3. Біздің жауабымыз 3. Енді осы 3 деген мән тиісті болатын аралықты көрсетіңіз дейді. Бізде жауап 3 шығып тұр. Енді нұсқаларына келетін болсақ, 3 қай жерде? Мінекей, А нұсқасында 3 2 мен 9-дың арасында. Демек, бұл жауапқа жатады екен. Екінші 3 В нұсқасында 3 бар, бірақ жақшасын қарасаңыздар 3 кірмейді. Демек, бұл бізде жауап болмайды. С нұсқасында 3 бұл аралықта жатқан жоқ. Д нұсқасында 3 бұл жерде бар 3, бірақ жақшасында айтып тұр, 3 кірмейді деп айтып тұр. Е нұсқасында -2 мен 2 бұл жерде 3 жоқ. F бұл жерде -10 мен 4-тің аралығында 3 бар. Демек, бұл жауап кіреді. G нұсқасында -10 мен 10 аралығында 3 нұсқасы бар. H вариантында -2 мен 1-дің аралығы, яғни 3 дегеніміз сыртта жатыр, бұл жауап кірмейді. Бізде бұл есепте 3 жауап бар екен. 29-ші есеп. 9 сылақшы 8 күнде 72 үйдің қабырғасын бояйтын болса, өнімділігі осындай 8 сылақшы 10 күнде осындай неше үйдің қабырғасын бояйтынын табыңыз.
табылған шаманың сандық мәні жатқан аралықты көрсетіңіз дейді. Қараңыз, 9 сылақшы 8 күнде 72 үйдің қабырғасын бояйды екен. Өнімділігі осындай: 8 сылақшы 10 күнде неше үйдің қабырғасын бояйды? Әрине, көбейтеміз, жауабы 80 болады. Енді осы 80 жауабы жатқан аралықтарды табайық. А нұсқасында 80 бар, 80 кіреді жауапқа, өйткені жақша тік жақша тұрған жерде ол 80 кіреді деген сөз. Бұл нұсқада 80 жоқ аралықта, 10 мен 70-тің аралығында. 42 мен 80, қараңыздар, бұл жерде 80 бар, бірақ жақшасы 80 кірмейді деп тұр, сондықтан бұл жауап болмайды. Д нұсқасында 20 мен 40-тың арасында 80 жоқ. Е нұсқасында 10 мен 40-тың арасында 80 жоқ. Ф нұсқасында 31 мен 85-тің арасында 80 бар. G нұсқасында 75 пен 100-дің арасында 80 бар. H нұсқасында 52 мен 72-ның арасында 80 жоқ. Мінекей осы 3 нұсқа жауап болады. 30-шы есеп: мына теңсіздіктің оң бүтін шешімдерін табыңыз дейді. Теңсіздікті шешеміз. Ол үшін теңдіктің екінші бетіндегі өрнекті теңдіктің бірінші бетіне өткіземіз. Яғни оң болып тұрғандықтан бұл жаққа теріс болып өтеді. X минус 3, 4 қосылған 5 минус 2, 3. Мынау бөлігі минус болып өтеді. 7 алынған X 6. Кіші 0-ден деп аламыз. Үшеуінің ортақ бөлімі 4, 3, 6-ның ортақ бөлімі 12 болады. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ 3-тен, 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4-тен, 12-ні 6-ға бөлетін болсақ 2-ден. Енді 3-ті x минус 3-ке көбейтеміз, сонда бізде 3x минус 9 қалады. Плюс 4-ті 5-ке көбейтеміз, 20, 4x-ға көбейтеміз, 4x болады. Минус болса, мына жердегі таңбалар кері болып шығады. Мысалға, 2-ні 7-ге көбейтсек 14, кері болып шығады, минус 14 болады. 2-ні минус x-ға көбейтсек минус 2x, кері болып шыққан кезде плюс 2x болып шығады. Кіші 0-ден. Енді ықшамдаймыз x-тарды. 3x алынған 4x қосылған 2x минус 1, яғни x-тің өзі қалады екен. Енді сандарды ықшамдайық. Минус 9 плюс 20 бізге 11-ді береді. 11 алынған 14 минус 3-ті береді. X кіші минус 3 теңдіктің екінші бетіне плюс 3 болып өтеді. Енді осы аралықты сызамыз. 3 дегеніміз мына жерде 3-тен кіші жақтар. 3-тен кіші жақтар мына жақ. Демек, осы 3 саны осы аралық жатқан жауапты табуымыз керек. Бізде жауап 3-тен, яғни минус шексіздіктен, мына жақ минус қой, 3-ке дейінгі аралық. Осы аралық қай нұсқада бар екен? Бірінші нұсқа 3. Қарасаңыздар, жақшасы 3 кірмейді деп тұр. Демек, бұл жауап болмайды. Екінші В нұсқасы 0. Дұрыс, 3 пен минус шексіздіктің арасында 0 бар. С нұсқасында 1. Минус шексіздік пен 3-тің арасында 1 бар. Д нұсқасында 4 дегеніміз 3-тің сыртында. 5 де жатпайды бұл аралыққа, 7 де жатпайды, 6 да жатпайды. 2 минус шексіздік пен 3-тің аралығында бар екен. Демек, бізде осы 3 нұсқа жауапқа кіреді. 31-ші есеп: М-нің қандай мәнінде теңдеулер жүйесінің бір ғана шешімі болатынын тап. Бізге мынандай теңдеулер жүйесі берілген. Ол үшін ең алдымен мына жерден x-ті тауып аламыз. X плюс y тең m. Бұл жердегі x-іміз тең болады m алынған y-ге. Осыған тең болып тұр әзірге. Осы бірінші теңдеудегі x-тің орнына m минус y-ті қоямыз. m минус y квадрат. X-тің орнына мынаны жаздым, дәрежесі жазылып тұр. Қосылған y квадрат тең 6. Жақшаларды ашамыз. m квадрат минус 2my плюс y квадрат болып ашылады. Қысқаша көбейту формуласымен. Қосылған y квадрат тең 6. Ықшамдайық. m квадрат минус 2my y квадратқа y квадрат қосатын болсақ 2y квадрат болады. Тең 6. Енді осы жерден біз дискриминант шешеміз. Яғни 6-ны теңдіктің екінші бетіне өткіземіз алдымен.
минус болып өтеді. Теңнің екінші бетіне өткен кезде тең 0 деп алайық. Бұл жерде біз айнымалы ретінде y-ті қараймыз. Яғни 2y квадратты бірінші жазып алайық. Екінші минус 2my-ті жазамыз. Сосын барып плюс m квадрат минус 6-ны жазамыз. Мінеке айнымалы бізде мына жерде және мына жерде. Дискриминант табамыз осы жерден. Мына жердің квадраты 4m квадрат болады. Минус 4 деген формулада бар. 2 көбейтілген с деген бізге мынау. Яғни m квадрат минус 6 болып тұр. Ары қарай есептейік. 4m квадрат минус мына жер 8 болады. 8-ді m квадратқа көбейтетін болсақ, 8m квадрат болады. 8-ді 6-ға көбейтетін болсақ, плюс 48 болады. Тең. Енді m квадрат бізде екеу болып тұр. Осы екеуін ықшамдаймыз. Сонда бізде шығады 48 минус 4m квадрат. Енді осы мәнді біз 0-ге теңестіріп шығарамыз. 48 алынған 4m квадрат тең 0. Осы жерден m-нің мәнін табайық. 4m квадрат тең болады 48-ге. m квадрат тең болады 12-ге. Бұл жерден m дегеніміз түбірасты болып өтеді 12-ге. Түбірасты 12-ден бізде шығады плюс минус 2 түбірастындағы 3. Нұсқаларына қарайтын болсақ, бұл жерде плюс минус 2 түбірастындағы 3 міне с нұсқасында, ал қалған нұсқалар мінекей мынау нұсқа сәйкес келеді. Плюс 12-ден 2 түбірастындағы 3 шығады. Минус сыртында тұр. 12-ден тағы да 2 түбірасты 3 шығады. Осы D нұсқасы да жауап болады екен. 32-ші есепте бізде айтады fx тангенс 2x функциясына сәйкес барлық дұрыс тұжырымдарды көрсетіңіз дейді. Бірінші, тангенс 2x функциясының периоды π бөлінген 2-ге тең. Екіншіден, тангенс 2x-тен туындалатын болсақ, бізде 2 бөлінген косинус квадрат 2x шығады. Үшіншіден, тангенс функциясы бұл тақ функцияға жатады. Не осы 3 нұсқа дұрыс жауапқа кіреді екен. 33-ші есеп. Бір шеңбер екінші шеңбердің ішінде орналасқан. Мысалы, мынау бір шеңбер болсын. Ішінде тағы бір шеңбер орналасқан. Радиустары 28 см және 12 см. Ішіндегі кіші шеңбердің радиусы 12 см болсын, ал үлкен шеңбердің радиусы мына жерде болса. Оның радиусы 28 см болсын. Ал ең жақын нүктелердің арақашықтығы 10 см дейді. Мысалға, кіші шеңбер мен үлкен шеңбердің ең жақын нүктесі мына жер болып тұр ғой. Осы ең жақын нүктесінің арақашықтығы 10 см. Центрлерінің арақашықтығын тап дейді. Қараңыздар, 10 см болса, демек мына жерден, мына жерге дейін 22 см деген сөз. Яғни 10-ға 12-ні қосамыз, 22. Осы жерден мына жерге шейін 22 болса, мына центр мен мынаның аралығы 28 деп айттық. Ал екеуінің центрінің арақашықтығы қанша болады? Мына жерге шейін 22 болса, қалғаны, яғни 28-ден аламыз 22-ні. Сонда бізде 6 см шығады екен. Жауаптарын қарайық. А нұсқасы 6 см кіреді, 11 кірмейді, 0,5 дециметр кірмейді, 9 см кірмейді. 6 см-ді дециметрге айналдыратын болсақ, 0,16 дециметр болады. Демек, бұл жауапқа кіреді. Қалғандары кірмейді, тек осы жауап. 34-ші есеп. Бізге мынадай функция берілген, осы функцияның туындысын табуымыз керек. Ең алдымен берілген жазып алайық. Тангенс 2x. Енді осы функциядан туынды алатын болсақ, ln x-тің туындысы 1 бөлінген x. X-тің орнында бізде котангенс 2x тұр. Бұл күрделі туындыға жатады, сондықтан котангенс 2x-тан туынды аламыз тағы да. Бірінші мынаның өзін жазайық. Котангенс 2x-ті біз
косинус 2х-тің синус 2х-ға қатынасы деп жазып аламыз. Мінекей осыдан туынды аламыз. Жалпы туынды тапқан кезде, күрделі туындылар тапқан кезде мынадай формула бар. Мысалы, А-ның В-ға қатынасынан туынды алатын болсақ, біз оны былай жазып аламыз. А-дан туынды алып, көбейтеміз В-ға, азайтылған А-ны көбейтеміз В-ның туындысына. Ал бөліміне мына В-ның квадраты. Мінекей осы формуланы қолданамыз қазір. Тең бірінші бөлігін сол күйінше жазайық. Одан біз уже туынды алып қойдық. Көбейтілген косинус 2х. Косинус 2х-тан туынды аламыз. Сонда бізде синус 2х көбейтілген синус 2х-тің өзін жазамыз. Азайтылған косинус 2х-тің өзін жазамыз. Көбейтілген синус 2х-тің туындысы 2 косинус 2х болады. Ал бөлімінде синус квадрат 2х жазылады. Енді ықшамдаймыз. Бірінші бөлігін сол күйінше жазайық. Көбейтілген екеуінде де 2 бар. Жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Синус 2х бізде синус квадрат 2х береді. Қосылған косинус 2х косинус квадрат 2х береді. Бөлімін сол күйінше жазамыз. Бірінші бөлігін сол күйінше жазайық. Синус квадрат 2х қосылған косинус квадрат 2х бізде 1-ді береді. 1-ді минус 2-ге көбейтсең, минус 2-нің өзі жазылады. Бөлімінде синус квадрат 2х-тің өзі жазылсын. 1 бөлінген котангенс 2х бізге береді синус 2х-тің косинус 2х-ға қатынасына. Мінекей мына бөлікке тең. Көбейтілген екінші бөлікті жазамыз. Минус 2 бөлімінде синус квадрат 2х. Екеу қысқарады, мұнда синус 2х-тан біреу қалады. Сонда қалады бөлімінде косинус 2х көбейтілген синус 2х. Міне жауап осы. Нұсқаларына келетін болсақ, дәл осы жауап бізде H нұсқасында екен. 35-ші есеп. Егер А нүктесінің координаталары мынадай және В нүктесінің координаталары мынадай болса, онда М нүктесінен АВ кесіндісінің ортасына дейінгі ара қашықтықты тап дейді. Ең алдымен біз АВ кесіндісін тауып алуымыз керек. Ол үшін бізде А нүктесінің координаталары мынадай, В нүктесінің координаталары мынадай. Яғни біз мына формуланы қолданамыз. x1 қосылған x2 бөлінген 2, y1 қосылған y2-нің жартысы, z1 қосылған z2-нің жартысы. Бұл екі нүкте берілетін болса, олардың ара қашықтығын табатын формула. Осы формула арқылы біз АВ кесіндісін тауып аламыз. Яғни 3-ке қосамыз минус 1-ді, 3 минус 1 бөлінген 2 болады. 0-ге қосамыз 4-ті бөлінген 2, 1-ге қосамыз 3-ті бөлінген 2. Ол болады 3-тен 1-ді алсақ 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1 қалады. 0-ге 4-ті қоссақ 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2 қалады. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 4-ге 2-ні бөлсек 2 қалады. Мінекей АВ кесіндісінің координатасы осылай екен. Енді М нүктесінен АВ кесіндісінің ортасына дейінгі ара қашықтықты қандай формуламен табады? Ол мінекей түбір x1 алынған x2-нің квадраты қосылған y1 алынған y2-нің квадраты қосылған z1 алынған z2-нің квадраты. Бұл нүктеден кесіндінің ортасына дейінгі ара қашықтықтың формуласы. Осы формулаға қоямыз. Түбір астында АВ кесіндісінің координатасы мынау, М нүктесінің координатасы мынау. Осы екі координатаны пайдаланамыз. x1-міз минус 1, x2-міз 1-ге тең екен. Яғни минус 1 алынған 1
квадрат қосылған 1 алынған 2 квадрат қосылған 2 алынған 2 квадрат. Осыны есептейміз. Минус 1, минус 1-міз минус 2 болады. Минус 2-нің квадраты 4 қосылған 1 минус 2 минус 1 болады. Минус 1-дің квадраты 1, 0, 0-дің квадраты 0. Бұл жерден түбірасындағы 5 шығады. Мінекей жауап осы. Нұсқаларында тек бір ғана жауап бар, ол F жауабы түбірасындағы 5. Қалған нұсқалардан түбірасты 5-ті шығара алмаймыз. Мінекей оқушылар, 5000-ші нұсқаның талдауы осымен аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Және осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.